Үйлеріңізде ет қалмаған кезде дәл осылай мен сияқты етсіз котлет жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Алдымен гречкамызды жақсылап жуып тазалап, су құйып қайнатуға қоямыз. Піскен картошкаларымызды езіп, осылай пюре жасап алатын боламыз. Оның үстінен піскен гречкамызды салып, бір жұмыртқа саламыз, және де тұз салып, өзіңіздің қалаған дәмдеуішіңізді салсаңыз болады, және тағы да барлығын жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін қолымызбен осылай котлеттің формаларын жасап аламыз. Одан кейін ұнға аунатып, екі бетін формалардың барлығын дайындап алатын боламыз. Енді табаға сұйық май құйып, қызып тұрған майда екі бетін жақсылап қызарғанша қуырып аламыз. Бізге тек екі беті қызарса жеткілікті, өйткені ішіндегі картошка мен гречканың барлығы піскен. Бірінші бет қызарғаннан кейін екінші бетіне аударып, екінші бетінде қызартырып қуырып аламыз. Осымен біздің котлеттеріміз дайын. Тарелкаға салып ала берсеңіздер болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, қыздар, өте дәмді, керемет болып шығады. Еттен гөрі осы гречкамен жасап көрсеңіздер, сіздерге ұнайды. Рецепті өздеріңізге сақтап алып, лайк басып қойыңыздар, және де комментарийге пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Очень жаман да болды, рахмет.